Сәлеметсіңдер ме екінші сынып оқушылары? Бүгін қазақ тілінен 4 және 5 сабақтарды орындайтын боламыз. Менімен бірге орындаңдар. 4 сабақ У дыбысының дауысты және дауыссыз болып айтылуы. У дыбысының дауысты және дауыссыз болып айтылу ерекшелігін есіме түсіремін. 13 жаттығу. Кестедегі сөздерді оқы. Дауысты У: сурет, елу, сусын, шуақ. Дауыссыз У: дәуіт, егеу, әуен, бауырмал және уық. Сөздердегі У дыбысының қандай жағдайда дауысты, қандай жағдайда дауыссыз болатыны туралы топта қорытынды жасап көр. Жасаған қорытынды төмендегі мәліметпен салыстыр. Дауыстыдан соң және сөз басында дауыстыдан бұрын келген У дыбысы дауыссыз болады. Әуежай, уақыт, сәуле. Ә деген бізде дауысты дыбыс. Егер дауысты дыбыстан соң У дыбысы тұрса, онда ол дауыссыз болады. Дауыссыздан соң және сөз басында дауыссыздан бұрын келген У дыбысы дауысты бола алады. Сусын, елу, улап, шулап. С дауыссыз. Ал У дыбысы С дыбысынан кейін, яғни дауыссыз дыбыстан кейін тұрса, дауысты болады. 14 жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Сәуле өздерің сияқты 2 сынып оқушысы. Ол сәнді киінгенді ұнатады. Әсіресе қуыршағына әртүрлі киім таңдап, әдемі киіндіргенді жақсы көреді. Бүгін қуыршағына қазақтың ұлттық киімін кигізбекші. Бірақ бас киім таңдауда қатты қиналды. Ол ойлана келе қуыршағына қандай бас киім кигізді балалар, болжап көрейік. Сәуле қуыршағына сәукеле кигізіпті. Мәтіннен У дыбысы бар сөздерді теріп жаз. Олардың қайсысы дауысты, қайсысы дауыссыз екен анықта. Мәтіндегі У дыбысы бар сөз сәуле, оқушы, қуыршақ, таңдау және сәукеле. Келесі 15 жаттығу. Мәтіннен У дыбысы бар сөйлемдерді көшіріп жаз. Дауысты У дыбысының астын 1, дауыссыз У дыбысының астын 2 рет сыз. Бұйымдарды кестемен әшекейлеу ұлттық қолөнердің бір түрі. Қазақ халқының кесте тігу өнері алуан түрлі. Солардың бірі кестемен камзол, белдемше, тақияны безендіру. Мұндай өнерге қыздарды кішкентай кезінен бастап үйретеді. Енді осының ішіндегі дауыссыз Уды және дауысты Уды 16 жаттығудағы кестеге жазайық. Дауысты У тігу және безендіру, ал дауыссыз У бізде әшекейлеу деген сөз болады екен. Жарайсыңдар балалар. 5 сабақ. У дыбысының дауысты және дауыссыз болып айтылуы. 17 жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Дала гүлдері. Далада өсіп тұрған бәйшешек пен бақбақ бір-бірімен таласып қалды. Ең әдемі гүл менмін. Ең бірінші өсіп шығып, көктем келгенін хабарлаймын, елді қуантамын, деді бәйшешек. Жоқ, ел мені жақсы көреді. Өйткені менің 2 бас киімім бар. Біріншісі жайнаған сары гүл. Екіншісі үлпілдеген үкілі бөрік, деді бақбақ. Екеуінің сөзін тыңдап тұрған қарт кісі: таласпаңдар, сендердің екеуің де әдемісіңдер, иістерің де керемет. Екеуің қатар тұрғанда даланы жайнатып, иістерің адамдарға қуаныш сыйлайды, деді. Содан бері бәйшешек пен бақбақ таласпайтын болыпты. Мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтар құрастырып, оларға жауап бер. Бәйшешек бақбаққа не деді? Бәйшешек бақбаққа ең әдемі гүл менмін деді. Және де бірінші өсіп шығып, адамдарға көктем келгенін жеткіземін деп мақтанды, е? Бақбақ пен бәйшешек неге таласты? Ол екеуі әдемілікке таласты. Ең әдемі гүл менмін. Жоқ, менмін деп екеуі әдемілікке таласып қалды. Қарт кісі нені айтты? Қарт кісі: таласпаңдар, екеуің де әдемісіңдер, иістерің де керемет. Екеуің қатар тұрғанда даланы жайнатып жібересіңдер, және де адамдарға қуаныш сыйлайсыңдар деп айтты, е балалар? Жарайсыңдар. Келесі 18 жаттығу. Өлеңді көшіріп жаз. У дыбысы бар сөздердің астын сыз. Халқымызда қыздар көп, иеленген гүл атын. Әпкем аты Раушан, қарындасым Жауқазын дейді. Бұл өлеңде бізде Раушан және Жауқазын деген сөздерде У әрпіміз бар екен. Келесі 19 жаттығу.
Суреттегі гүлдер мен аттас қыздардың есімін тауып көр. Сол сөздермен 2 сөйлем құрап жаз. Менің Раушан деген құрбым бар, ал Раушанның сіңілісінің аты Жауқазын. Келесі 20-шы жаттығу. Сөздерді буынға бөліп оқы. У, ыз, у, ыл, дырық, умаж, дау, улы. У дыбысы дауысты ма әлде дауыссыз ба? Дәлелде. Қалаған сөзіңмен сөйлем құрап жаз. У дыбысы бірінші айтылып тұр, ал у дыбысынан кейін дауысты дыбыс көрсетілген. Бірінші 2 сөзге қараңдар. Удан кейін ы дыбысы тұр екеуінде де, иә? Екеуі де дауысты болғандықтан у дыбысы дауыссыз болады. Келесі умаждау және улы. М мен л әріптері дауыссыз, ал у дыбысы олардан бұрын тұрғандықтан дауысты болады. У дыбысы дауыссыздан кейін тұрса дауысты, ал дауыстыдан кейін тұрса дауыссыз болады. Жарайсыңдар балалар, сау болыңдар.